Бүгінгі психологиялық видео сабағымыздың аты психология пәнінің предметі, мақсаты һәм вазифалары болып табылады. Психология сөзінің мәнісі грек тілінен алынған болып, психия, жан, рух, логос, ілім, тәлимат деген мәністі білдіреді. Яғни психология жан, рух хақындағы тәлимат болып табылады. Психология пәнінің предметіне тоқталатын болсақ, бұл психика болып табылады. Яғни психика бұл инсанның ми түзілісі, ми қабілеті болып табылады. Енді бұл психиканы ұғымаластырып, психологияның тикарлық құрамын келтіріп шығаратын болсақ, бірінші психикалық процестер, екінші психикалық жағдайлар, үшінші психикалық қасиеттер. Осы психикалық процестер, жағдайлар, қасиеттер үшеуі жиналып психология пәнінің мазмұнын шығарып береді. Енді психикалық процестерге нелер кіреді? Психикалық процестерге диққат, ойлау, қабыл ету, сезу, қиял кіреді. Қиял кіреді. Яғни енді психикалық жағдайларға нелер кіреді? Психикалық жағдайларға сезім, эмоция, кейпият, ерік. Яғни психикалық жағдайлар адамдардың жүз әлпетіндегі нерв системасындағы жағдайларды атынан белгілі болып тұрды. Бұл жерде сезімдері адамдардың кейпияты, әртүрлі жағдайларды ашулану, қуану, күлу, әртүрлі жағдайларды келтіріп шығарады. Инсанның ерік, яғни ерік системасы да осы психикалық жағдайларға кіреді. Енді психикалық қасиеттері, яғни үшінші бөлімде психикалық қасиеттерге темперамент, характер, ұқыптылық, қабілет. Психикалық қасиеттерге темпераментті білеміз, сангвиник, флегматик, меланхолик сияқтылар кіреді. Ал екіншісі характерге болса, әртүрлі характер, 11 тип характерді келтіріп шықсақ болады. Ұқыптылық, қабілет, яғни инсанның әрбір тарауға деген қабілеті, музыкаға деген қабілет, сызуға деген қабілет, суретке, математикаға, басқа да қабілеттерге инсанның өзінің қабілеттерін кіргізсек болады. Міне осы психикалық процестер, жағдайлар, қасиеттер үшеуі бірігіп психологияның мазмұнын құрайды. Енді психологияның тарихына келетін болсақ, Аристотель психология хақында, жан хақында трактат деген шығармасын жазып өткен, сол шығарма арқылы психология тарауы кеңінен рауажданып барған. Психологияда енді процестерге келіп тоқталатын болсақ, диққат. Диққатта білеміз, диққат инсанның бір нәрсеге инсанның пікірінің жәмелуі. Яғни біздер бір затқа қарап диққат етеміз, көреміз, сеземіз, білеміз, диққатымыз арқылы. Мысалы үшін, ықтияри һәм ықтиярсыз диққат деген бар. Ықтияри диққатта, мысалы үшін, қазір менің атымды біреу шақырып келсе, Рамуза десе, мен ықтияри түрде оған деп итибарын бөліп қараймын. Егер ықтиярсыз диққат болатын болса, сыртта бір машинаның қатты дауысы шығатын болса, сыртта бір музыка қатты қойылса, біздер еріксіз түрде, өзіміз мақсатсыз түрде оған итибар бөлеміз, ол ықтиярсыз диққат болып есептелінеді. Бұл жерде ойлау, қабыл ету, әрқайсының өзінің психологиялық атамалары, түсініктері, қағидалары бар, ойлау операциялары бар, мысалы үшін анализ, синтез, классификация, 8 түрі операциялар бар, сол арқылы ойлау процестері жүзеге келеді. Сезуді білеміз, сезуде иіс сезу, дәм сезу, әртүрлі сезулер, яғни дәм сезу әрқайсының көру арқылы, есту арқылы әрқайсысы осы сезуде үйреніледі. Сол бойынша психологияда және іліми зерттеу методтары бар. Оларға бақылау методы, эксперимент методы, саубет методы, хұжеттермен іздесу методы, ұлыма айтқанда анкета методтары жүдайым кең тарқалған. Осы сіздерге беретінін түсіндіріңіз психология атамасы бойынша.